Саламатсыздар ма, құрметті 11 сыныптың биылғы бітіруші түлектері. Біз сіздермен бүгін тесттерге келетін Қазақстан тарихынан бірнеше сұрақтарды талқылайтын боламыз. Ал енді бастайық. 1718 жылы жоңғарлармен шайқас болған жер Аягөз өзенінің жағасында болған. Қалмақтарды ойсырата жеңген Аңырақай шайқасы болған жер Балқаш көлінің маңы. Бұл жерде қазақтың ханы Әбілқайыр хан болған. Жоңғарлармен күресті ұйымдастырған қазақ батырларының бірі бүгінгі нұсқада келіп тұрған Райымбек батыр, білесіздер өздеріңіз, ол Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, Баян батыр сияқты қазақтың белгілі батырлары жоңғарлармен соғыс жүргізген. Жоңғар хандығы тарих сахнасынан жойылды 1758 жылы. Өйткені 1755 жылы Қытай жоңғар соғысы болады. Және содан жеңіліс тапқан жоңғарлар 1758 жылы жеңіліп, 1761 жылы Қытайлар жоңғардың атын Шыңжаң деп аударады. Емельян Пугачев көтерілісі басты күштері қазақтардан құралып, басып алған бекініс Пресногорск. Егер тарихқа шегінетін болсақ, Емельян Пугачев көтерілісі 1773-75 жылдар болған. Оған қазақтың кіші жүз, орта жүздері қатысқан. Бөкей ордасының территориясы Еділ мен Жайықта орналасқан. 1801 жылы 1 Павелдің бұйрығымен құрылып, Бөкей ордасының бірінші ханы Бөкей болған. Бөкей ханның мұрагері Жәңгір. Бөкей ордасы 1845 жылы Астрахан губерниясының жеріне қосылады. Исатай Тайманұлы қаза тапқан шайқас ол Ақбұлақ. Ақбұлақ шайқасы 1838 жылы шілде айында болған. Кенесары және оның Қоқанға қарсы күресін қолдаған ұлы жүздің батырлары Тайшыбек пен Сұраншы. Кенесары ханның көтерілісі 1837-1847 жылдары болған. Бүкіл қазақтың жерін қамтыған. 1844 жылы Кенесары Қасымұлына қарсы шыққан отрядты басқарған сұлтан Ахмет Жантөреұлы. Жалпы Кенесары хан 1802-1847 жылдары өмір сүрген. Қоқан билеушілері оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда 1858 жылы болған көтерілісті басты. Қазақ феодалдарымен ымыраға келу арқылы. 1860 жылы 5 күндік қоршаудан кейін құлаған Қоқан хандығының Жетісудағы бекінісі ол Ұзынағаш. 1858 жылы Ресеймен келісімге келіп, патша билігін мойындаған көтерілістің басшысы. Ол әрине Есет батыр. 1858 жылы Орынборға барып патша билігін мойындаған. Негізі Есет батырдың көтерілісі Аралдың солтүстігінде болған. Махамбет Өтемісұлы жақсы таныс болған орыс жазушысы әрі этнографы. Ол Даль. Бекей мен Мәулен шығармасын жазып алған. Жалпы Махамбет Өтемісұлына тоқталатын болсақ, 1846 жылы қайтыс болған. 1888 жылы жұмысшылар ереуілі өткен уезд Өскемен. Бұл жерде жұмысшылардың жалақысы артады. Жалпы Өскемен қаласы 1720 жылы негізі қаланған. 1886 жылғы ереже бойынша болыс басқармаларын бекіткен әскери губернатор. Әскери губернатор облысты басқарған. 1881-84 жылдары, қайталап айтайын, 1881-1884 жылдары Қазақстанға қоныс аударған дүнгендер саны 5000, ұйғырлар саны 45 000. Жалпы көшіп келуіне ұйғырлар мен дүнгендердің 1881 жылғы Санкт-Петербург келісімі себеп болған. 1855 жылы Петербургке барып, яғни күміс медальға ие болған күйші Тәттімбет Қазанғапұлы. Тәттімбет Қазанғапұлының күйлері Былқылдақ, Саржайлау. Тәттімбет Қазанғапұлы бізде шертіп тартатын күйші. 1905 жылы Міржақып Дулатұлы қазақтың зиялылары белсене қатысқан саяси шеру өткен қала Қарқаралы. Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов сияқты Алаш партиясының белсенді қайраткері мүшесі. Міржақып Дулатов 1935 жылы Соловки лагерінде қайтыс болған. 1843-1916 жылдары өмір сүрген белгілі күйші қобызшы Ықылас Дүкенұлы, оның белгілі күйі Жарым патша деп аталған. Құрметті бітірушіліктер, сіздерге сәттілік тілеймін.